осылай арбуз жеймін. Ютубта жалп-жалп еткізіп отырады ғой. Мен де жалпылдадым. Ой, тәтті екен. Осылай былшылдатады. Мен де былшылдадым. Босқа жалпылдата бермей әңгіме айтып берейін. Мен недавно Өзбекстанға барып келдім. 3 қаласына. Ташкент, Самарканд, Бухара. Елдің бәрі ойбай, Ташкент, Дубай сияқты керемет дегенге барып көріп келейінші дегем. Дубай қайда, Ташкент қайда? Елдер сөйлей береді екен ғой. Сол бір Диснейленд болса болды, сол Дубай болып кете ма немене? Бірақ историясы өте қызық. Ташкентке барған. Ақсақ Темірдің мавзолейіне бардық, короче. Ол мавзолейді өзінің баласының салған екен да. Мынандай қызық, короче, Ұлы Отан соғысымен байланысты. Ақсақ Темір жерлегеннен кейін Сталин барып Ақсақ Темірдің зиратын қазып, Ақсақ Темірді алмақшы болады. Сонда ол жерде үлкен кісілер айтқан екен. Бұны алуға болмайды, мәйітті мазалауға болмайды. Онда бір жамандық болады деген. Сонда қоймай Сталин оны қазып алғаннан кейін 3 күннен кейін Ұлы Отан соғысы басталған. Сол кездерде Совет үкіметі кезінде Құдай жоқ деп солай айтып жүрген ғой. Бірақ сонда Сталин жаңағы мәйітті соғыс болып жатқан соғыстың үстімен айналдырып жүріп ритуал жасаған екен. Типа мен жеңем деп. Бірақ жеңген ғой сонда Ұлы Отан соғысын. Сосын Сталин Ақсақ Темір ғой. Темір, Сталин, Сталь. Сол Ақсақ Темір сияқты великий боламын, сондай бәрін жерді жаулап алам деп өзін Сталин жасап алған екен. Сталь. Сосын кейін тағы бір қызық. Ақсақ Темір жаңағы үшінші әйелі қылып Шыңғыс ханның немересіне үйленген. Сол Шыңғыс ханның немересіне үйленгеннен кейін ол алдында сол Ақсақ Темір жай ғана Ақсақ Темір болған. Шыңғыс ханның немересіне үйленгеннен кейін правитель Темір болған.
оларда ана ескілерін сол 15-ші ғасырда 13-ші ғасырда салынған үйлерін бұзбайды, құр реставрировать етіп әдемілеп қояды екен. Әдемі үйлері. Сосын кейін бар ғой, Бұхараға бардық. Енді Бұхара баяғыда шелковый путь өткен ол жерде. Сауда-саттық жасаған кезде сол Бұхарамен өткен ғой. Осы Орта Азия ғой, Орта Азиямен шелковый путь өткен. Соны жаңағы Бұхараның базары сол алдымен тұр. Ішінде саудагерлер отыр. Саудагерлер отырғанда оны бұзып, жаңағыдай өздері ремонт жасап, реставрация жасауға болмайды екен. Только ішінде сауда сатады екен. Ал сол сауда сатып отырғандардың бәрі қолөнер болғанда да бір нелер. Абайка әйелдердік. Бізбен барған сол туристердің бәрі сол жалбыратып Абайканы сатып алыпты, көрмегендей. Олар Абайкалар еще былай жүрген кезде қымбат екен. Содан елдер ол жерден біз аралап жүрген жаңағы музей нелердің ішінен алмай сырттан алды. Базарға апарды бізді. Сол базарды ойбай түсірші деп біздің қазақтар. Сонда өзбектер олардың қазақтарды жақтырмайды екен. Потому что біздікілер сөйтіп түсір деп қандарын ішеді. Европейстер о жаққа өз туристический страна екен. Туристер өте көп, Европадан көп. Содан қалған европейстер сол даже коляскамен қыдырып жүрейді. Бізде ондай коляскада осы өлдің деген сөз ғой. Ешқайда шықпайсың. Инвалидтерге дейін қыдырып жүр. Сол Бұхарада айтамын да, 13-ші ғасырда салынған банясы мұнша әлі жұмыс жасайды екен. Оның ішіне әлі адамдар түседі екен. Біз ішін көрейікші деп нетсек, ішінде адамдар түсіп жатыр дейді. Короче, сауна. Ол женский и мужской болып бөлінеді екен. Представьте себе, 13-ші ғасырдағы мұншасы әлі істеп тұр. Женский да істеп тұр, мужской да істеп тұр. Сол Бұхарада кезінде алтын жіппен жаңағы кәжекелер, камзолдар тіккен екен. Өздерінің национальный. Соның ішіне бардық. Aka жіптері шынында да 60% алтын екен. Жаңағы тігетін жіптері 60% алтыннан тұрады екен. Соны соларын жаңағы сатып жатыр тоже. Оны, конечно, біздің қазақтар алмайды оны. Европейстер алады екен. Қандай қызық болып еді, ұмытып қалғаным қарсы жоқ. Ана бір несіне қалмай кеттім. Ішінде несі бар. Короче, летающий театрына. Ол енді керемет летающий театр. Барсаңыздар, обязательно барыңыздар. Мен Түркістандағысына кіргем. Күшті еді. Бүткіл Қазақстанның типа тарихын айтады. Қазақстанның үстінен ұшып ұшасың. Керемет әсер аласыздар.
шашлықтар дәмді деп айтқан. Мен бір дәмді шашлық көрген жоқпын. Қатты. Мен алған шашлықтар сондай болды. Сол Бұхаразындағы ресторан бір адамға 7000 теңгеден айналды. Ол қымбат. Енді былай бір суп алып бір чай алатын болсаң 1500 теңге. Біздікімен бірдей. Шашылып жатқан ту жоқ. Даже в конце біз олардың тамақтарынан жалып кеттік. Пловтары бар ғой бір. Я не любитель плова. Пловымызды бір ақ рет жеп көрдім, жедім болды. Потом жегім келген жоқ. Аяғында олардың тамағынан жалып кетті сасқанымыздан. Бургер сондай жедік қой. Бір дәмді деп айта алмаймын тамақтарын. Бір самсасы бар. Жер көкте самса жейміз деп. Қош жемейміз самсаңды дедік. Не менің ішім мұрылдап отыр ма? Ой, мынау переспелый арбуз ғой, что-то қатты пісіп кеткен ба немен өзі. Қатты пісіп кетсе де дәмсіз болады. Мына ортасы тәтті, жан жақтар онша емес что-то. Столда тұрып жемейсің деп айтады жастар. Сол қодырғым келген жоқ. Ой, не могу я больше жамаймын. Ана қытайлар ма нелер шапылдатып кешкеден тамақ жейді ғой көп. Қалай жейді? Ужас қой. Болды. Менің күн Хадиша каналына осылай кіріп тұрыңыздар енді. Сіздерді қуана қарсы аламыз осы жерде.